Ассалаумағалейкум. Қазақ елі қалайсыздар? Так, мен енді түсіре кетейін. Комментарды оқып жатырмын. Бірінші Prada, Alphard, Toyota Camry, Toyota 55, тағы да басқа машиналар бар. Солардың бағаларын бағасын көрсеткен кезде соны үшке бөлсеңіздер, сол баға шығады. Кешегі 20-шы жылғы Alphardтар примерно 1,5-2 миллион теңге. Енді примерно 2009 жылғылар, олар вообще 700-500 мың теңге сияқты бар. Енді олардың бәрін көреміз. Кеше бірінші күн тұғын, бүгін екінші күн. Қалай келген, мына жерде бағалар қанша, гостиницаның бағасы қанша, солардың бәрін примерно айта кетейін. Енді жүріп өзімен бірге түсіріп, бірге сіздер де өздерінің пікірлерін қалдырыңыздар. Основном көбісі енді рахмет, жақсы пікір қалдырған. Жартыластар жаңағындай. Енді не дейді бір кісі? Ай дүние дейді. Кореяны мақтап жүргеннен, Кореяның көлігін мақтап жүрген, енді Японияға барып, Японияның көлігін мақтап жатсың ба деген сияқты. Енді сіздердің пікірлеріңіз қандай? Сол кісінің сөзіне қарай жаза кетіңіздер. Арасай. Осы менің аудармашым келді. Мына жерде түсіре кетейін. Осындай гостиница. Бәрі кішкене шашылып жатыр. Багажым, фен мен телевизор. Так, жататын орным. Мына жақта душ. Осы. Кішкентай ғана душ. Осы примерно бір күніне 30 мың теңге. Мынаны сыртына жабып тұр ғой, осыны алып, сыртына жабыстырып кетсең, мынау сияқты жабыстырып кетсең, уборканы жасайтын кезде өзі кіріп, уборканы жасап кетеді. Осындай гостиница, кішігірім 35 мың теңге примерно. Так, бізді күттір астында. Барып көрейік. Енді әркім пікірі әртүрлі. Не болса да жаза беріңіздер. Соған қарай видео істейміз. Жаңағындай ғой. Қандай баға сумманы көресіздер, мысалы 555 мың юан болса, юан емес, ойбай. Японский ақшаны атын қалдым ғой. Сондай болса, соны бөлесіздер үшке. Үшке бөлсеңіздер, баға шығады. Бұларды әлі масканы әлі қолданып жүр. Өйткені бұлар енді мен айтайын. Тағы да сөздер айтам ғой, жайлап қазір өзім бұл жердегі көріп үйреніп жүрген. Так, енді шығып қазір тағы да басқа жерлерге барамыз, сол жерлерді түсіреміз, көреміз. Бірге болайық, жақсы ақпараттарды. Так, көлігім келді. Түсіндіре кетейін, алдындағы кісі осы мемлекеттің адамы, қасындағысы мен аудармашым. Қандай аудармашы десеңізші? Кореядан шақырттым, ол кісі японский тілді біледі, мен кәрісше білем. Осылай жасап жүрік. Кстати, кеше бір қазақты таптым. Ол кім арқылы тапқам? Асқат бауырымыз, ассалаумағалейкум, Түркістаннан. Сол тауып берді. Біздің подписчик. Осы көлік саласында жүреді. Дастан деген кісіні таптым. Сол
кісімен сөйлестік. Ол көлік саласында емес, осы жерде жұмыс істейді екен. 10 жыл болыпты, семьясымен, отбасымен осы жерде тұрып жатыр. Сол сияқты. Сондай, пока кеше жаңалықтар. Енді арасында жүріп, мұнда таксилерді әлі ескі таксилермен жүреді екен бұларда. Өте қызық. Сосын бұлар істеген тірліктері біздегіндей жаңағындай неді қалай-малай или заңсыз примерно істейтін былай болады ғой, былай болады ғой деген нәрсе болса, адамға деген қиындық туатын болса, онда вообще ондай жұмыс істемейді екен. Бәрі точно сол үшін екенде японский машиналар мықты болып жүрген. Қара? Бізде мысалы Альфардта оң жақтағы рульді сол жаққа ауыстырайық дейміз ғой. Бұларда соны айтсам шошып жатыр. Бірақ сондай заводтар бар екен. Оң жақтағыны сол жаққа ауыстырып береді. Заводское. Оны мен сұрадым. Жаңағы біздің елде қалай біздің елге кіретін көліктер 7 жыл ғой қазір. 7 жылды апарсақ заңдастыруға болады. Оны да сұрадық. Енді одан төмен жылғыларды әзір білмеймін, евро 5-ке келетін болса, 50 такси болып кетіп жатыр, 50. Так, одан төмен жылғылар болса кіретін шығар, әлі точно білмейміз. Енді бірақ 7 жылға дейін кіреді көліктер. 7 жылға дейін кіреді. Бізде енді жаңалық өткенде бір министрлер осы көліктің саласында министрлер айтты ғой. Бізде енді утилий сбор, первичная регистрация деген, если арзандаса, көлік бәрімізге доступны болады. 7 жылдан кейін, 7 жылда көліктерің енді 4 миллион, 5 миллион, 6 миллионға дейін кіре алады шетелден алып келсек. Сол үшін осы видеоны жан-жақтарына таратыңыздар. Сендерде жаңа көлік міну үшін сондай әрекетін жасап жатыр. Сол. Енді запчасті сұрап жатыр. Енді біздің ой пікіріміз енді бірінші келіп, үшірмен танысып, бола екен сол жаққа Япония мен Қазақстанның арасында көпір салуға. Көпір салу деген мағынаны енді түсініп тұрсыздар ғой. Сол жаққа не бір товар болсын, көліктер болсын, сондай нәрселерді апаруға. Солардың бәрін зерттеп жатыр екен, сразу бәрі бағасы қанша дейді. Бағаның бәрін сол зерттеп, біліп, қалай апаратынын осы нәрселерді біліп жатырық. Одан арасында орысша сөйлегендер бар. Қырғызстан азаматтары бар жазып жатқан комментарда. Қырғызстанның комментары Қырғызстанға апаруға бола ма? Қырғызстанға, Россияға осы оң жақтағы көлікті апаруға болады. Оларда запрет жоқ. И ойқа болады. Бізде енді только оң жаққа ауыстырып, солай апарсақ болады. Сондай орысша сөйле деп жатыр. Чтоб біз түсіну үшін дейді. Енді СНГ-нің бәрі көру керек. Ал сіздер ашуланасыздар. Анау, мынау деп мен қазақша сөйлесем. Еще маған былай дейді. Сен сөйлеуді үйренсең дейді. Осындай сөздер бар. Енді мен өзім білетін шығармын. Қалай сөйлеймін, қалай не аламын, сондай нәрсе. Так. Мына кісі екеуі мен видео түсіріп жатқанымды көріп айтады. Біз қандай машинада отырып, рулін аяқтап, аңғарып, оң жақпен айдап, сол жақпен айдап қалған соң бір түрлі екен оң жақта. Өте қызық. Таза, керемет. 見てくれてる人が本当に多い。それが
3日4日経つともう5万4、5万以上になっちゃうんだって。すごいことですよ。だから本当に車が必要な欲しがってる人がこれを利用してるんですよ。대박이니까 연예인 같아. 카자흐스탄 연예인. 네. 카자흐스탄은 유명한 사람이요. 그러니까. 여기 토요타. 네, 토요타 센터. 토요타는 그룹들의 қазақстан жетеді машиналар. Alphard. Осы екі беттің бәрі көлік саласында. Biz olsa mini'men geldik. Неге мынандай кішкентай машиналарды айдайды десек бар ғой. Бұларда мына біз мынамен келдік қой. Минидің ішінде. Мынандай кішкентай машиналарды не айдайды десек, қара, біз көрмеген машиналар. Өйткені бұларда бензин қымбат, бензин шықпайды. Бұларда осындай өздерінің нелерімен, бытовой техникалармен и осындай көлікпен осылай дамып жатыр. Атак бұларда бензин қымбат, үлкен объемды айдамайды. Ол Америка шығарады, Sequoia деген машиналар сияқты үлкен машиналар. Бір қызық нәрсе. Ямахалар. Ескі Ямахалар бірінші шыққан. Одан кейін жаңағы Ямахадан кейін мәнін қарсы поштардың ескілер міне спортивный. Керемет, мыналарды айдап көрсең, сувенирге ел. Поклеп жүрі сынып кетті. Поршының. Японияға алып келген кезде. Мұны оң жақтағы руль. Поршы. Сол жақтағы рулі. Көріндір ғой? Осындай сияқты. Мынау да мынау. Бәрі спортивный машина. Нисан. Ну, вообще, мультфильм, автомат еще. Мен бала шағамыз айдаса болады ма? Керемет. Так, айттым ғой жаңа минимен келдік. Одан кейін мына жерде бір дилер бар. Сол таныс дилер. Соған өте керемет. Одан кейін мына Поршені қарсы ескі. Мынау Порше сол жақта рулі біздікіндей. Осы Поршелар шыққан кезде біз базарда пиратский сатып жүрген едік. Енді міне осы машиналар шыққан кезде базарда пиратский сатып жүрген едік. Сол по-моему даже біз білмеймін, даже ол пиратский сатып жүрген болмасын басқа нәрсе істеп жүрген.
мына жерде не бір ескі көліктер бар екен, сувенир ретінде қара, керемет. Сіздерге енді қызық емес шығар, маған қызық болып жатыр. Қараңыздар. Мынау Porsche. Альпардтың бағасын айта кетем. Короче, примерно барамыз, сол кезде айтам тағы да. Видеоларды обязательно подписать етіп. Қараңыздар. Қызық, Бұл да оң жақта. Мынау, анау бізде кім еді? Айдайтын осындай машинаны. Европейс бар ғой. Кенті есігіне замақ сап қоятын. Өте қызық. Не бар? Мана. Сол үшін видеоның астына комментарына жаза кетіңіздер. Сосын подписать етіңіздер. Осында не бір қызық видеолар болады. Альпардтың бағаларында міндетті түрде шығарамыз бағаларын. Полный жүргенімізді, көргенімізді бәрін видеоға түсіріп қызық видеоларды. Мынаны қарасаңыз, мынаны аласаң бүкіл Қазақстан көз саған түседі ғой. Сол сияқты. Мына келдік. Так, мынау машина базарға. Машина базары бұларда әлі бар екен. Машина базар онда біздікі сияқты дилерлер ғой енді. Дилерлер. Мына Праданы сұрап жатқан адамдарға есептеп берейік. Примерно 4 миллион ненің ақшасы, Японияның ақшасы. Юан. Так, мына конвертация 4 миллион дейікші, примерно. Миллион. 13 миллион, мына Прада 13,5 миллион теңгемен мына бізде доллармен 29 мың доллар. Бұл қай жылға? Так, жылын R31 4WD 33 мың пробег. Бұл енді дилердің ішіндегі баға ғой. Аукционнан алсаң, бұл 13 миллион емес, 12 миллион, 11 миллионға да алуға болады. Пробегі міне 37 мың. Мынау жылын қазір көреміз. Примерно H болса H31 дейді. H31 болса 19 жыл екен. Мына H31. В общем, қиын да осындай нәрселер. H31 болса, мына 19 жылға. В общем, 19 жылға мына 360 камерасы бар. Давай ішін көрейік қазір. Ішін көрейік, машина состояниесі. Мына жерде жанында ақ бар екен. Қараңыздар. Безключевой доступ, кожасы мүжілмаған, мынандай кішкене бар, бірақ все равно 19 жыл машинаға, мына Прадаға. Мына жерге ішін иісін айтамаймын ғой мен, иісі таза японский иіс қой. Мониторы бар, мына Прадалар 4WD, комплектациясы жақсы. Кожасы өте керемет. Артына вообще адам отырмағаннан сияқты. Жаңа подлокотникмен керемет. Мына 19 жылғы дискісі, баллоны состояниесі жақсы. МС 19-да тұр. 265 55 19. Осындай. Мына Прада. TX-тегі Прада. Порогымен, оның қасында мына ағы тұр. Ағын дискісі кішкене наворочный екен. Бұл жабық есігі.
бұл салапанда мақтынан көрсетейікші. Мына жақта да міне кожасы кішкене 19 ғана, вообще әдемі ғой. Кожасы да пуштат. Я. Но 5 миллион екен. 5 миллионның 14 миллион. Состояниесі бірақ айтып тұр мынау. Мынау уже новый кузов. Новый кузов, но ескі кузов. Бұда 360 жоқ екен. Анада 360 бар дегендей. Мынау 23 жылға. Есік жабықтыр, белый жемчуг. Порогтары бар. 4 ВД, но R5 деген 23 жылға. Пробегі жоқ, 0 ғой пробегі. Бұл 5 миллион болса, значит жаңағы 4 миллион болды ғой, 5 миллион. 1 миллион қоссаң, қанша болады бізде? 14 жарым болды ма жаңа? Значит, 15 жарым миллионға новый Prada. Япониядан. Одан кейінгілер, мыналар 19 жылға. 3 миллион 700. Это бір 10 миллионның 19 жылға. 28 дейді, 3 миллион. Аттарын даже мен білмейтін аттар ғой мынау. Қазір тағы да көрейік. Lexus мынау 20 жылға пробегі 3160. 20 жылға RX объемы так 300 ғой. RAV4 бар. RAV4 бағасы жазылмаған. Бұл да жабық екен, не? Неғып жауып саған. Так, Lexus'терді көрдік қой. Prada'ны көрдік қой бағасын. Енді мынауындайлар Suzuki'ларға қызықпайсыздар, бәрі кішкентай малометражкалар. Бұлар вообще 19 жылар 1 миллион или 800 мың теңге тұратыналар. Мынау вообще біздің теңгемен вообще ардан тұрады ғой мұның Suzuki'дің мынандайлары. Запчасты жоқ дейді. Мұны жол жасап жатыр. Запчасты бәріне апаруға болады. Honda тізіліп қалған әдемі машина. Қаланың ішіне Алматыға пробкаға вообще керемет қой. Әйел басына. Мынау ше ауылға. Мынау вообще жаста екен. 20 жыл 4 ВД. Вообще керемет. Бұл да Suzuki. Біздің Вадик сияқты. Ал пикапта бар екен. Toyota Camry'лар жоқ. Alphard'тың жаңасы 23 жылғы. 23 жылғы 2.5 бензин. Пробегі жоқ. 5 миллион 300. Так, 18 миллион ғой. 18 миллион екен. 23 жылға. 18 миллион. Тігіттер. Новый Alphard. Есіктерін жауып қойыпты. Новый Alphard. Примерно міне жауалап алатын болсақ 18 миллион екен. Полная комплектация. Одан кейінгілер. Бізге не қызық? Қызықтарды айта кетіңдер маркаларды. Менен бүгін Prada сұрады. Alphard сұрады бағасын. Бұл да 18 мың пробег. Машина вообще жүрмеген. Тап-таза. Мынау 400 мың. Бұл 19 жылғар, 20 жылғар. Не екенін білмейсің, бұны Toyota'ны отыр. Жауып кет. Намойшық жауып қаланы. Alphard'тың қайды. Мұны айтпашы, мынаны көп сұрайды ғой айтпашы. Так, бұны есептеп көрейік. Так, 24 ашпаса 12 жылға
12 жылғы бұл вообще так интернет істемей қалды. Қазір айтам. Біздің елге дейін қанша баратын? Мынаның бағасын мен айта кетейін или комментарийға жазып қоямын. Примерно бұл 1,5 миллион, 1 миллион 600. 1 миллион 600-дің 1 миллион бөлеміз 3-ке 500 мың ба? 500 мың теңге. 500 мың теңге. Мынау 12 жылғы Альпард 60 реальный пробегі 61 мың. Қараңыздар сенбесеңіз, міне. Пробегі 61 мың. Мә саған. Аты категория жақсы деген сөз 2-де 4. Енді керемет. 2-де 4. 500 мың теңге. Біздегі ана ойбуына ашылмайды екен түк. Ішінде біраз сірейін деген кожаный салон. Қараны 60 мың пробег. 60 мың пробег мынаны 12 жылғаны. Айтыңдашы, рекорд болады ғой мынау. Белый жемчуг екен. 12 жылы белый жемчуг шыққан. Қара жігіттер, біз мініп жүрген осыларды 10 миллион деп отырдық. 10 миллион 10 есе бізден ардан екен, мынау. Қара. Шынын айтайын, Альпардтағы. Мынау 12 жылғы 500 мың теңге. 500 мың теңге. Жігіттер, 500 мың теңге. Бұл әшен еще базардың ішінде аукционнан алатын болсаң 400 мың теңге. Бітті ғой, короче. Қазақстанның бәрі ертең ол жақта жүреді ғой. Қазақстанның бәрі Японияда жүрмесін ертең енді. Естіп алып. Алдыға қазақ деп. Осындай. Мынау уже 1,5 миллион примерно. Жылы бұның 30 болса. 33 мың пробег. Так. 30 болса 18 жылғы екен. 18 жылғы 30 мың пробегпен. Мынау R3 дейді. R3-ін 21 жылға. 21 жылға 8100 пробег. 5 миллион. 5 миллион. Жоқ, 5 миллион емес. 5 миллион екен ғой. Бұл да 16-17 миллиондай примерно. Мен Wi-Fi істемей қалды, қазір точно бағасын біліп берем. 5 миллион 200. Примерно сол 17,5 миллион ғой осындай. Мына 21 жылға. Қазір мынау да иісін ше, вообще айтамайым ғой. Кожаный салон, монитор. Мынандай Альпардтар. Қара. Біздің 4 миллион бұл R20 жылға қомай. R3 болса 20 жылға. 19 мың пробег. Бұл 15 миллион. 20 жылға. Бізде осылар 21 жылдар 30-34 миллион деп тұр ғой мыналар. 34 миллион деп тұр. Наяқта қара жарты бағасы 16 миллион. Примерно 2-де 5-тері. Жақсы машиналарды ашып болмаңдар. Mazda. Танымайым. Бізде танымайтын машиналар. Мына маркасын білесіздер ме? 21 жылға бұлда 2 миллион бір 13 миллион. Новый. Мынау да мұның туры сондай екен. 360 нада жоқ, нада бар. Осындай. Так, көрдіңіздер ғой енді Альпардтың бағасын, Праданың бағасын білдік. Бізге керек. Toyota Camry'дің бағалары 2 миллион. 70-лері бар ғой? 2 миллион. 50-лерің 500-600 мың теңгеден. 50-лерің. 50-55-терің. Мынау 23 жылға 4 миллион. Мынау да 14-15 миллион. Мына. Салафонда тұр.
Без пробег. Жабық екен. Пикап. Мынау 4 ВД 21 жылғы 5000 пробег 10 миллион. 10 миллион теңге примерно жобалап ұрып жатыр екен бағасын. Иә. Су жиналып қойған пластмасс. Міне осыларды апарып мінсе болады екен. Аукционда бұл еще арзан. Lexus 300 NS. Не бәрі жауап тастаған мына Lexus'тың. Бізде қазақтар Lexus жақсы көретін еді. Бұның бағасы бұл да арзан вообще. Бұл 19 жылға. Так. Бұның бағасы примерно 7-8 миллион, по-моему, аха. Короче, мынаны үшке бөлестір ғой. Мынау сумма мына 289 мың, 300 мың юан деп айтыңызшы. Соны бөлесіз, суммасы шығады. Мынау бар бізде 19 жылға. Мынау да бар. Міне Honda. Одан Hondaның түрі бізде қазіргі. Мына білесің, қытайскийлер шығып жатыр ғой бізде. Шеңқай дей ма, қандай дейді? Сондай екен оның түрі, осыдан алған екен де. Так, мынау да Honda міне. Так, міне. Осындай Subaru. Toyota Camry'дің 70-тері, 50-лер редко дейді, 50-55-тер. Бар, бірақ мен көрдім, бірақ аз екен. Мыналар вообще 600-700 мың теңге екен. Королланың түрі. Nissan тоқпен жүреді. Біз білмейтін маркаларынан қара. 3X дейді. Мұнан енді білеміз енді. Бұл вообще міне миллион теңге. 800 мың теңгеден. 800 мың теңге. А мынау вообще. Мынау осы японский мықты машинаның бірі. Ортада қатты жақсы көреді. Крот па сондай. 19 жылғы 3 миллион болса, 3 миллион 500 болса, примерно 10 миллионның ар жақ бер жағы. 19 жылғы. Міне. Велюр екен. Екі жағында электросиденье. Made in Japan. Таза Япония, оның таза Япония. Японияның мен бір білгенім, бірақ все равно корейский машиналардың дизайндары, оптикасы қатты не қойды, аналар әлі сол ғайыпты. Олар білмеймін, машина айдамай ма, или сақтап айдай ма, білмеймін, пробектері аз и өте керемет. Сондай сияқты ендігі базарларды көреміз, 50-55-терді. Иә. Гибрид мынау еще. Так. Ұнаса осы комментарға жазыңыздар. Қандай баға екен көрдіңіздер ғой. Жаңағы 12-ші Альпард 500 мың теңге. Рекорд қой, 500 мың теңгеге сенесіздер, сенбейсіздер ма? Сумасын бәрін көрсетіп тұрмын ғой, масқара енді. Сондай, ал бізге керек нәрсе, біз білетіндерді сұрап жатырық қой, жаңағы Prada міне 14 миллион жаңасы, 14 миллион теңге. Альпард 12-ші жылғы рынокта, аукционнан емес, рынокта аукционнан алсаң тағы вообще 200 мың теңге, 300 мың теңге. Масқара. Біз анаяқта еще Түркістан мен Шымкенттің, Алматы мен Шымкенттің арасында өлдіріп тастаған 10 миллион деп тұрге, 7 миллион деп тұрге. Мына жерде саған қарасай, қандай бағалар. 60 мың родной пробегі. Ана ішіне кірсең, сразу білесің ғой, товарын қандай екен. Вообще 60 мың пробег өзің рахат та. Анан әлі 10 жыл таксовать етіп 2-3 Альпард алып аласың ғой. Біздің елде. Так, одан кейін не айтайын дегенім. Альпардтың бағасын жаңасын, ескісін білдік примерно. Праданы білдік. Неде Камри жоқ. Камриларды мен сұрастырдым. Аукционнан көрдік.
примерно сол 1 миллион, 1,5 миллион, 2 миллион аралықта екен. 70-тердің өзі де сондай бағада. 70-тер, 50-лер аз енді, 50-55-тер аз. Сарақопкілер бар екен, бірақ оларда да сондай жаңағыда 60, 70, 80 мың пробег. Мә, саған. Мынандай ғой мына. Мынанда пробегі где-то мына 38 мың, мынаның 38, 19 жыл 38 мың пробегке қара. Қандай мына. Қара. Қара. Мына кожасын. Айдалмаған машина ғой. Вообще айдалмаған машина. В общем, сондай тағы да не керек? Жаза кетіңіздер комментарға. Кешегін қолдап жатыр, лайк басып жатыр. Қызғанбай бір-бірімізден реально бағаларды айттық. Енді жолын есептейміз. Біздің услуганы қосамыз. Ар жақта енді қазақ қылатын, қазақ қылмайтын 3 жылдан 7 жылға дейін қазақ қылуға болады. Первичканы төлеп. Маны рульді ауыстыратын бар айтпақшы осы жерде. Мына жақ қарай. 1 апта 15 күнде ауыстырады дейді. Соны білеміз бағасын. В общем, машинаны под ключ уже бағасы шығады. Примерно машинаның бағаларын білдік. Арзан действительно. Қосылатын оған жол, ауыстыру рулін, ауыстырмасаңыздар да болады. Жаңағы, кстати, Қырғызстанға айтпақшы қырғыз жігіттер, давайте заказ беріңіздер. Тоже сіздерге де болады. Сосын енді жаңағы рулін ауыстыруға болады. Рулін ауыстырған бағасын білеміз. Тоже 2-3 мың доллар дейді. Рулін ауыстырсаң, енді керемет. Сонымен уже барған баға жетеді. Одан кейін кәдімгі растаможка жасап, утилін төлеп, первичкасын төлеп, полный учетқа қойбасаңыз болады. Мынандай машинаны. Так, өздеріңіз пікірлеріңізді айта кетіңіздер. Жаңағы қызғанбай бір-біріңізге айтпай, сондай бар ғой қазақта, білем ғой. Оны екен біліп жүрген соң білеміз, айтып жатқаным ғой. Бір-біріңізге обязательно өздеріңіздің статустарыңызға қойыңыздар видеоны ютубтағы. Бір-бірлеріңізге жіберіңіздер, ватсаптағы кругтарға жіберіңіздер. Көрсін, алсын, неге алмасқа. Бәрің өсті бір-біріңе шереніп жүріп. Қақтың алдың? Бұлай қарап деп, қақтың алдың? Видно группа деп қоясыңыз. Осы Япониядан келді деп, ал толтырып айтасың, полный комплектация деп. Сондай сияқты нәрселерді біз жақсы көреміз ғой. Давайте сол үшін жан-жақтарыңызға таратайық видеоны. Бірге болайық. Подписаться етуді ұмытпаңыздар. Бұдан да жақсы материалдарды қоямыз, көреміз. Ол видео қойылған кезде сізге сообщение болып барады. Осындай Midnight Group сайлаулар видео шығарды Япониядан деп. Сол үшін подписаться ету керек обязательно. Если сіз білмесеңіз, балаларға айтсаңыз, балаларыңыз істеп береді. Жақсы. Сіздермен болған сайлау Midnight Group'тан. Бірге болайық.